Бүгінгі таңғы жылқы қарауды бураның үйірінен бастадық. Бураның үйірі өзінің мекенде жайылатын жерінде жайылып жатыр. Оңға солға көп кете бермейді осы жерде. Бураның үйірі айналып жайылып жатады. Әзірше бұл жерде шөп бар. Сосын шыбын, маса, шіркейлер әлі онша көп шығып, жылқының мазасын ала қойған жоқ. Сондықтан жайылым осы жерді мекендеп жатыр. Бұл жерден сәл 1-2 шақырым жерде су бар, көл бар, көлшік бар яғни. Содан барады да суын ішіп келеді. Сонымен осы жерде тұрады. Күн қатты ысыған кезде сол көлшікке барып тұрады. Бұл енді бура деген бауырсақпенен қысы бойы екеуі төбелесіп шықты ғой. Себебі бураның үйірінің саны аз болды. Бура ержетіп өсіп қалды бұл. Сондықтан бұған үйірінің саны көптігі көп биелер қажет болды. Үйіріне қосып алғысы келеді басқа биелер. Сонымен бауырсақтың үйірі екеуі бір маңда жайылып жүргендіктен қайта бауырсақпен барып төбелесіп бауырсақпен қырылыса береді. Бауырсақтың үйіріндегі байтал биелерді айдап алып кеткісі келеді. Екеуі жайылып бір-біріне жақындап қалған кезде сол шетте жүрген биелерді өзіне айдап қосып алғысы келеді. Сөйтіп екеуі қысы бойы төбелесіп, қысы бойы жекпе-жекке шығып, бір-бірімен арпалысып, қысты өткерді. Енді бауырсақ қанша айтқанмен опыт бар ғой ода. Ағасы, бураның ағасы жасы үлкен. Сондықтан бураға үйірінен ешбір байтал биелерді бермеді, алдырмады. Ал бура болса жас, қан деген ойнап тұр. Сонда да бермесең де қоймаймын, бәрібір аламын деп қайта барып екеуі төбелесіп қоймады. Сонымен алдындағы өздеріңізге айтқандай, бура биыл 4 жасар айғыр ғой енді. 4-ке толғаннан кейін осы бураға үйірінің санын көбейтіп берейік деп, сол өзі қоймай жүрген бауырсақтың үйірінен барып біраз биелерді, байталдарды сол жерден бөліп алып, әкеліп осы бураға қосып бердік. Бұйырса енді бурадан келесі жылы текті, мықты, жақсы төлдер күтеміз, жақсы құлындар күтеміз. Бура енді үйіріні мықты, мығым, өз үйірін жақсы қайырып жүр қазір. Сол бауырсақтың үйірінен алып қосып берген биелерді барлығын ешқайда жібермей үйіріп ұстап жүр. Ақылды айғыр, үйіріне жақсы қарайды. Енді келесі жылдан бастап бұйырса бұның денесі толып, бітімі толып, жалпиып, сүйегі ірленеді. Биыл 4 жасар жас айғыр. Бұнымен бірге Баймұранды алып келгенбіз. Әкелген видеолардың барлығын осы әлеуметтік желіге салдық қой. Өздеріңіз көрдіңіздер. Бізді көріп отыратын, қарап, қадағалап отыратын, бізге тілектес болып отыратын, жақсы ой, жақсы пікірлерін жазып отыратын жандардың барлығы осы бураны да, Баймұранды да біледі. Әкелген кезден бастап видеоға түсіріп әлеуметтік желіге салып отырдық. Үйірге қосқан кездерінде әлеуметтік желіге салдық. Оның барлығын түсіндіріп айтып отырдық. Енді бұлар да жігіт болып өсіп жетіліп қалды. Екеуінің де алдында үйірін толтырып бердік.